Абысын кім, ашын кім? Абысын сөзі түсінікті. Бір үйдің келіндері бір-біріне өзара абысын болады. Ал сонда ажын дегеніміз кім? Біз бүгінде бәрін абысын атап жүргенмен, ертеде қазақ қоғамында келіндерді жасы мен жолына қарай ажырата білген. Мәселен, әулеттегі үлкен ұлдың әйелі кейінгі келінге абысын аталса, кіші ұлдың әйелі алдындағы келінге ажын аталған. Демек, үлкен ұлдың әйелі кіші келінді ажыным десе, ал кіші ұлдың әйелі үлкен келінге абысыным деп атайтын болған. Қазақ мәдениетінде абысын ажындар апалы сіңлілердей тату ғұмыр кешеді. Өйткені жат жұртқа келген келіндердің өзара айтар сыр мұңы бір. Әдетте бірінші келін болып түскен абысын кейінгі ажынына ағайын туыстың жай жапсарын түсіндіріп, шаруашылықтың жөн жосығын үйреткен. Ағайын арасындағы ауызбірлік көп жағдайда абысын ажындардың татулығына байланысты екенін де мойындау керек. Өйткені келіндердің алауыздығының кесірінен бір құрсаққа сыйған бауырлардың бір ауылға сыймай жүрген көзіміз көріп жүр. Ендеше балаларыңыздың бауырмалдығы өз алдына, келешекте босағаңызда аттар келіндеріңіздің ағайын арасын жарастыратын ақылды, парасатты, саналы болуын тілей жүріңіз. Салтымызды сақтап, дәстүрімізді дәріптей жүрейік.